Ертеде Жағалбайлы руында дәулетті Базарбай деген бай өмір сүреді. Оның Төлеген және Сансызбай атты екі ұлы бар. Базарбай екі баласына да жасынан қыз айттырмай, ер жеткен соң өз қалағанын алсын дейді. Сөйтіп жүргенде бір алыс елде қыз жібек деген сұлу қыз бар деп атағын естиді. Қыздың салтанаты мен түрі елден асқан өзгеше болып естіледі. Ол да күйеу таңдап ешкімді менсінбей жүргенін естиді де, Төлеген соның атағына құмар болып, қыз жібекті бір көрсем ғой деп, қыздың елін іздеп жолға шығады. Күнде байлап жол жүрген соң, аяғында қыз жібектің ағасы сияқты, ақылшысы болып жүрген Қаршыға деген адамға кез болады. Соған үлкен сый беріп, кісілігін танытады. Қаршыға Төлегенді ертіп алып, қыз жібектің көшінің соңынан түсіп, қарындасын көрсетпекші болады. Қыз жібек көштің алдында, ақ кименің ішінде ешкімге жүзін көрсетпей жеке кетіп бара жатады. Қаршыға мен Төлеген артынан қуып жетеді. Ағасы тілек етіп, жүзімді көрсет дейді. Сонда қыз жібек шымылдығын бір-ақ рет ашып, Төлегенге қарап күлімдейді. Осы сәттен бастап, екеуінің таныстығы жалғасып, әңгімелесе келе бір-бірін ұнатып қалады. Ақыры Төлеген күйеу, жібек қалыңдық атанып, талай уақыт бойы қызықты, бақытты дәурен сүріп қалады. Олар ұзақ уақыт бойы шаттыққа толы күндерді бірге өткізіп, ғұмырларын махаббат пен тыныштыққа бөледі. Жас жұбайлардың өмірі бақытқа толып, әр күні қуанышпен жалғасып жатты. Алайда бір мезетте Төлегеннің жүрегіне еліне деген сағыныш оралады. Ол туған жұртына барып қайтуды ойлап, жорыққа дайындала бастайды. Жолдың қиындығын білген жібек оның сапарына алаңдап, Құдайдан оң сапар тілеп ұзақ қоштасады. Төлегенді қимай, ақтық тілегін айтып, ақ жол тілеп шығарып салады. Төлеген де жібекке серт беріп, келесі жазда аман есен қайта оралмаққа уәде етеді. Төлеген еліне аман жеткенмен, көп уақыт өтпей, әкесі оның қайта жолға шығуына қарсы болады. Тіпті бүкіл ауылға, егер Төлеген елден кететін болса, ешкім артынан ермесін деп қатаң жарлық береді. Жаз келіп құстар қайтып маусым ауысқанда, Төлеген уәделі уақыттан кешіккенін түсінеді. Жүрегі жібекті сағынып, қайта жолға жиналады. Шешесі де, інісі Сансызбай да зар жылап, барма, кетпе деп жалынса да, Төлеген райынан қайтпайды. Ол жалғыз ғана Сансызбайға аманат етеді. Егер мен кешіксем, жолымды қарап, мені іздеп тап дейді. Төлеген талай күн жол жүріп, ақыры жібектің еліне жақындап қалғанда, алдынан тосқауылдай шыққан дұшпандарға тап болды. Бұлар жібекке көз салып, оны Төлегеннен қызғанып жүрген қастастар еді. Олардың ішіндегі ең айлакері әрі басшысы Бекежан болатын. Жалғыз жүрсе де, Төлеген жаумен қасқай байқасып, бар қайратын көрсетті. Төлегеннен жеңілгені мойындап шегінген Бекежан, жеңілгені үшін батырды жіберетті. Бірақ артынан шауып бара жатқан Төлегенді қызғанышпен бағып, қабыда көздеп тұрып, садақ оғын Төлегенге дәл қадады. Оқ тиген жас батыр айдалада жан тапсырар алдында аспанмен сырласып, 6 қазға мұңын шағып, шерлі күйін жеткізіп шейіт болды. Бекежан ақбоз атқа мініп ауылға кіргенде, алдынан шыққан қыз жібек оның түрінен ақ бір сұмдықтың болғанын сезді. Қабарған көңілінің күдігі шымға айналды. Төлегенді қызғаныштан Бекежан өлтірген анықталды. Мұны естіген жібектің ағалары Бекежанды ұстап жазасын берді. Сөйтіп жібек өзінің асыл жары Төлегеннен айырылып, қаралы күйге түсті. Ардақты жарын жоқтап, әр күнін зар жылаумен, қайғы мен сағынышқа толы өкінішпен өткізді.